Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін алмадан оладьи жасаймыз. Бізге тәтті піскен 2-3 алма керек. Алманың бәрін турауға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Ортасын, яғни қатты жерін алып тастаймыз. Негізі осылай бөліп алғаннан кейін теркадан өткізсеңіздер де болады, бірақ біз қазір қолмен кубиктап турайтын боламыз. Достар, сондай-ақ менің каналымнан оңай әрі тез дайын болатын түрлі пайдалы тағамдарды көре аласыздар. Енді алманың бәрін кубиктап турап ыдысымызға саламыз. Енді туралған алманың үстіне 2 жұмыртқаны жарып, 1 шай қасық корица қосамыз, жарты шай қасық разрыхитель, 2 ас қасық қаймақ қосып, бір араластырып аламыз. Дәміне қарай қант қоссаңыздар да болады, бірақ менде алма тәтті болғаннан кейін ешқандай қант қоспадым. Және 2-3 ас қасық ұн қостым. Менде кукурузаны және де құрамы таза басқа ұндарда болады. Массаны жақсылап біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз және де табаны майлап, 1 ас қасықтан әрқайсысына осылай табамызға салатын боламыз. Оладьиді қақпағын жауып пісірсеңіздер, жақсы көтеріледі. Оладьидің барлығын осылай қызартып пісіріп аламыз. Ерекше дәмді болып шығатын оладьиді сіздер де жасап көріңіздер. Құрамының барлығын описанияда қалдыратын боламын. Алмадан жасалған оладьиді йогуртпен, балмен ұсынсаңыздар жақсы үйлеседі. Мен бал қостым және де жеміс-жидектер салдым. Үлкендер де, балалар да сүйсініп жейтін оладьиді сіздер де жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.